Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 5 минут қана уақытыңыз кетеді, бірақ та пирогыңыз әдемі көтеріліп, ортасы да жақсы пісіп шығатын ең оңай пирогты бірге жасайтын боламыз. Егер сізде пирогым жақсы көтерілмейді, немесе ортасы піспей қалады деген проблемалар болса, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ол үшін бізге экранда көріп тұрған ингредиенттер қажет болады. Ең алдымен ыстық сүтімізді өсімдік майымен бірге араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде ыстық болу керек. Одан кейін жұмыртқамызды қантпен бірге 5 минуттай аппақ масса болып көтерілгенге дейін жақсылап миксерлейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Егер рецепт сіздерге ұнаса, комментарийде міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай әдемі болып көтерілді. Енді електен өткізілген ұнымызға ванилинді қосып, егер сіздерде ванилин жоқ болса, қоспасаңыздар да болады. 2 шай қасық разрыхлителімізді салып, араластырып аламыз. Сұйық масса мен ұнды араластырған кезде ұнның барлығын бір кезде салмаймыз, 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнның жартысын салып араластырып аламыз, артынан сүтіміздің жартысын құйып, жақсылап араластырамыз. Осылайша кезекпен салып араластырып біркелкі масса жасайтын боламыз. Осындай сұйық масса пайда болады бізде. Мен ортасына грек жаңғағын салып жібердім. Сіздер кез келген нәрсені пайдалансаңыздар болады. Енді газымыз қызып тұрған болу керек. Осылай ыдысымызға астын майлап құямыз. Сонда пирогымыздың асты жабысып қалмайды. Қызып тұрған пеште 180 градустан көтермей 40-50 минут пісіреміз. Сонда осылайша пирогтың ортасы да жақсы пісіп шығатын болады. Бетіне мен сахарный пудра септім. Сіздер сеппесеңіздер де болады. Немесе сгущенка, шоколадты пайдалансаңыздар да болады бетіне. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ас болсын.